Құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы географиялық қабықтың құрамы мен құрылысы. Оқу мақсаттары географиялық қабықтың құрамы және құрылысымен графикалық түрде танысатын боламыз. Негізгі ұғымдар географиялық қабық, табиғат кешені, аумақтық табиғат кешені және антропогендік табиғат кешені. Енді географиялық қабық ұғымы, яғни жер шарының біртұтас қабығы болып келеді. Яғни оның құрамына атмосфераның төменгі қабаты, литосфераның жоғарғы қабаты және гидросфера, биосфера кіреді. Олар бір-бірімен тығыз өзара байланыста болып келеді. Және де олардың арасында ұдайы зат және энергия ауысып отырады. Енді алғашында географиялық қабық үш қабаттан тұрған: гидросфера, атмосфера және литосфера, ал тіршілік биосфера қабаты кейіннен пайда болған екен. Енді осы географиялық қабықтың ұғымын алғаш рет орыс ғалымдары Григоров пен Колесник ұғымға енгізген. Енді географиялық қабықтың шекарасы озон қабатына дейін 25 км биіктікке созылып жатыр. Яғни гидросфера түгелдей төменгі шегі Махрович деңгейі бойынша жер қыртысының табаны астеносфераға дейін созылып жатыр. Келесі географиялық қабықтың ерекшеліктері. Яғни құрамы күрделі заттар, күйлері алуан түрлі болып келеді. Барлық үдерістер күн және жел энергиясымен, яғни жел энергиясы есебінен өтуі, келіп түсетін энергияның тасымалдануы және ішінара конференциялануы. Енді тіршілік шоғырлануы және адамзат қоғамының бар болуы. Яғни заттардың әртүрлі агрегаттық күйде бар болуы, олар яғни қатты, сұйық және газ күйінде болуы. Келесі географиялық қабықтың компоненттері. Яғни бізде географиялық қабықтың компоненттері тропосфера, литосфера, гидросфера және биосфера. Бұлар географиялық қабықтың құрылымдық бөліктері болып келеді. Ал енді оған біріктірілген заттар оның компоненттері болып келеді. Яғни оның компоненттеріне ауа, тау жыныстары, су, өсімдік, топырақ жамылғысы және жануарлар дүниесі жатады екен. Яғни бұлардың барлығы географиялық қабықтың компоненттері болып табылады. Енді табиғат кешені, яғни географиялық қабықтың бүкіл жерде біркелкі таралмаған, яғни жекеленген табиғат кешендерден тұрады екен. Енді табиғат кешені қалыптасуы, геологиялық даму тарихы және табиғи компоненттері құрамы жағынан біртектес болып келетін аумақты айтады екенбіз. Енді табиғат кешені бұл геологиялық негізінен ортақ болуы, жер бедерінің біртектес болуы, ішкі суларыменен толық топырақ өсімдік жамылғысының ұқсастығы болып келеді екен. Ал енді жануарлар дүниесінің ұқсастығы, табиғат компоненттері арасында өзара байланыс пен зат алмасу біртектестігі. Келесі енді ең үлкен бізде табиғат кешені бұл географиялық қабық болып келеді. Енді осы географиялық қабықтың ең ірі құрылымдық кешеніне біз материктерменен мұхиттарды жатқызамыз. Яғни бұлар географиялық қабықтың ең үлкен құрылымдық кешені болып келеді екен. Келесі бізде енді осы географиялық қабықтың құрамы, яғни ғаламдық деңгейдегі кешендер және региондық деңгейдегі кешендер, жергілікті кешендер болып бөлінеді екен. Ал енді ғаламдық деңгейдегі кешендерге материктер, мұхиттар жатады. Ал енді региондық деңгейдегі кешендерге, яғни бұл құрлықта Шығыс Еуропа жазығы, Орал тауы, Сарыарқа және Туран ойпатын, Сахара шөлдерін жатқызсақ болады екен. Ал енді гидросферада Жерорта теңізі, Каспий теңізі, Мексика шығанағы және Гвинея шығанақтарын жатқызсақ болады екен. Ал енді жергілікті кешендер бізде, яғни құрлықта шағын төбе, өзен арнасы, жайылма, өзен бойындағы шағын батпақ немесе көлшіктерді жатқызамыз.
Ал гидросферада құрлыққа суына енген шағын шығанақ, кірме, ок кірмесі және де Маңғыстау және Қарабұғаз ол шығанақтарын жатқызсақ болады. Енді келесі бізде табиғат кешендерінің ерекшеліктері. Географиялық қабықтың түрлі дәрежедегі табиғи кешендерден тұрады. Яғни олар табиғи кешен қаншалықты кіші болса, ондағы табиғи жағдайлар соншалықты біркелкі болып келеді екен. Ал құрлықта пайда болған табиғат кешендер аумақтық табиғат кешендер, ал мұхитта немесе су қоймалардағы аквалды табиғат кешендері деп аталады екен. Енді аумағы үлкен табиғат кешендерінің өзенінде де табиғат жағдайында ортақтық сақталып отырады екен. Келесі бізде ландшафт, яғни ландшафт құрылымы күрделі және әлдеқайда төмен дәрежедегі табиғи аумақтық кешендерден тұрады. Яғни бұл табиғи кешендер аумақ, аймақ, мекен және факция болып бөлінеді екен. Енді факция бұл ең кіші құрылымдық кешендер болып келеді. Енді мекен бірнеше факциядан тұрады. Оған сай, жыра және жылғаның аңғары, жайылма, терраса болады. Ал аймақтық, яғни бірнеше мекеннен құралады екен. Енді бізде антропогендік табиғат кешендерге не жатады? Яғни адамның шаруашылық іс-әрекетінің нәтижесінде пайда болуына, яғни антропогендік, яғни антропогендік грекше антропос адам, гнес пайда болу деген мағынаны білдіреді. Яғни бүгінгі таңда жер шарының барлық деңгейінде табиғат, яғни адам шаруашылығы әсерінен түрлі деңгейде өзгерістерге ұшырауда. Яғни кейбір кешендер табиғи жағдайда өте ұқсас сипатта адам қолымен жасалған. Яғни оған мысал келтірсек, қапшағай, бұқтырма, шардара, су бөгендер және егіс алқаптарменен плантацияларды жатқызсақ болады екен. Енді осы табиғат кешендері оқушылар аздап өзгерген, қатты өзгерген және жақсартылған болып бірнеше түрге бөлінеді екен. Енді аздап өзгерген табиғат кешендерге аң аулайтын алқаптар, өзгергендерге егістік, ұсақ елді мекендер, қатты өзгергендерге қалалық жерлер, кен орындарын және де ауқымды жыртылған жерлерді, ормандарды кесу, яғни оларды қатты өзгерген жерлерге жатқызсақ болады екен. Ал енді жақсартылған жерлерге, яғни бұған орманды санитарлық тазалау, саябақ зонасын және ірі қалалар айналасындағы жасыл зоналарды жатқызсақ болады екен. Енді географиялық қабықтың шекарасы, яғни бізде географиялық қабықтың жоғарғы шекарасы тропопауза болып келеді. Яғни тропопауза биіктігі географиялық ендіктер бойынша әртүрлі болып келеді екен. Географиялық қабық жоғарғы шекарасы поляр маңы ендіктерде 9-10 километр, қоңыржай ендіктерде 12-13 километрге дейін созылып жатыр. Ал тропиктерде 16-17 километр биіктікке дейін көтеріледі. Географиялық қабық төменгі шекарасы дүниежүзілік мұхитта 10-11 километр, тереңдікте шұңғымалар мен құрлықта 5-7 километр тереңдікте жүргізіледі екен. Енді келесі тапсырмаға көшейік оқушылар. Суреттер бойынша жер қабаттарын атаңыз. Яғни бұл жерде суретте көрсетілген жер қабаттарын атап өтеміз. Яғни бірінші суретте қандай қабаты көрсетілген? Кім айтады? Көрініп тұр ғой? Атмосфера қабаты көрсетілген. Атмосфера ол жердің ауа қабаты. Жарайсың. Дұрыс айтасыңдар. Бұл атмосфера қабаты, иә? Ал екінші суретте Геосфера ол су қабаты. Дұрыс айтасыңдар, яғни бұл гидросфера қабаты. Ал үшінші суретте Атмосфера ол жердің қатты қабаты. Яғни жер қаттысы. Бізде литосфера қабаты, дұрыс айтасыңдар, жарайсыңдар. Ал төртінші суретте бұл биосфера қабаты, ол жердің қандай қабаты? Тіршілік қабаты.